Мен ешқашан өз өмірім осындай оқиғаға айналады деп ойламадым. Сырт көзге біздің отбасы мінсіз көрінетін. Күйеуім сабырлы, еңбекқор адам. Екеуміз 7 жыл бірге тұрдық. Үйіміз бар, тұрақты жұмысымыз бар. Тіпті көп адам бізге қарап бақытты жұп дейтін. Ал оның інісі. Ол біздің үйге жиі келетін. Алғашында мен оны тек күйеуімнің бауыры ретінде ғана көрдім. Жас, ашық мінезді, әзіл ғой. Үйге келсе, бәрін күлдіріп жіберетін. Мен де оған жеңіл қарайтынмын. Қарапайым қарым-қатынас. Ешқандай артық ой жоқ. Бірақ кейде адам байқамай, өз шекарасынан өтіп кетеді екен. Бір күні күйеуіміз сапарға кететінін айтты. Бір аптаға. Мұндай жағдай бұрында болған, сондықтан ерекше мән бермедім. Үйде жалғыз қалу мен үшін үйреншікті нәрсе еді. Сол күні кешке оның інісі келді. Жеңеше, жалғыз қалдыңыз ғой, хал жағдайыңызды біліп кетейін дедім деді. Мен оны ішке шақырдым. Шай қойдым. Әдеттегі әңгіме. Бірақ сол күні оның көзқарасы басқаша еді. Бұрынғыдай еркін, бірақ ішінде бір ауыр ой жүргендей. Сіз жалғызсырайсыз ба? Деді ол кенеттен. Мен күліп жібердім. Жоқ, үйренгенмін дедім. Бірақ ол үнсіз қарап қалды. Ұзақ, қажетсіз ұзақ. Сол сәтте менің ішімде бір түсініксіз сезім пайда болды. Қорқыныш па, әлде жай ғана ыңғайсыздық па, түсінбедім. Сол күні ол ұзақ отырды. Кетерінде, егер бірдеңе керек болса, айтыңыз деді. Мен бас изедім. Бірақ есік жабылған соң терең дем алдым. Үй іші қайта тынышталды. Бірақ менің ішім тыныш емес еді. Келесі күндері ол тағы да келе бастады. Алғашында себеппен. Кейін себепсіз. Бірде азық-түлік әкеліп келді. Бірде жай өтіп бара жаттым деді. Бірде үйде жалғыз отырмаңыз деді. Мен оған тоқтау айтуым керек еді. Бірақ айтпадым. Неге? Өйткені шындық мынада еді. Мен жалғыз едім. Күйеуім жұмыста көп болатын. Үйге шаршап келеді. Әңгімеге зауқы жоқ. Телефон, теледидар солай күндер өтіп жатты. Ал оның інісі. Ол тыңдайтын. Ол күлетін. Ол мені байқайтын. Бір күні кешке жарық өшіп қалды. Үй қараңғы. Сыртта жел. Мен қорқып отырдым. Сол сәтте есік қағылды. Ол еді. Қорықпаңыз, бәрі жақсы деді. Сол сөз қарапайым еді. Бірақ маған бір түрлі әсер етті. Біз шам жағып отырдық. Әңгіме айттық. Ол бала кезін айтты. Күйеуім туралы айтты. Кейде оның ағасы туралы бұрын білмеген нәрселерді айтып кететін. Сол кеш біздің арамыздағы шекараны бұзды. Ештеңе болған жоқ. Бірақ бір нәрсе өзгерді. Келесі күні мен өзімді кінәлі сезіндім. Неге екенін түсінбедім. Бірақ ішімде бір ауырлық болды. Мен одан алшақ жүруге тырыстым. Телефон соқса көтермедім. Келсе сылтау айттым. Бірақ ол тоқтамады. Бір күні ол ашық айтты. Сіз маған ұнайсыз. Сол сөзді естігенде жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не айтып тұрсың? Дедім. Шындықты айтып тұрмын деді ол. Мен көптен бері сеземін. Мен ашуландым. Сен не істеп жатқаныңды түсінесің бе? Мен сенің ағаңның әйелімін. Ол үнсіз қалды. Бірақ көзінде қорқыныш емес табандылық болды. Мен өз сезімімді жасыра алмаймын деді. Сол күні мен оны қуып шықтым. Есікті жауып, жылап жібердім. Өзіме ашуландым. Оған емес. Өйткені бір жерінде менде бәрін сезіп жүрген едім. Келесі күндер өте ауыр өтті. Мен күйеуіме бәрін айтқым келді. Бірақ айта алмадым. Неге? Өйткені ештеңе болмады ғой деп өзімді жұбаттым. Бұл тек сөз. Бұл тек әлсіздік дедім. Бірақ шындық сезім басталып қойған еді. Бір апта өтті. Күйеуім әлі келмеді. Сол күні тағы да есік қағылды. Мен ашқым келмеді. Бірақ аштым. Ол тұрды. Бұл жолы үнсіз. Көздері шаршаған.
Соңғы рет сөйлесейік деді. Мен қарсы болдым. Бірақ ол кетпеді. Біз ас үйде отырдық. Мен сізді ұмыта алмаймын деді ол жай ғана. Мен көзімді жұмдым. Бұл дұрыс емес дедім сыбырлап. Дұрыс емес екенін білемін деді ол. Бірақ бұл сезім бар. Үнсіздік. Ұзақ, ауыр үнсіздік. Сол сәтте менің ішімде екі адам күресіп жатты. Бірі тоқта деді. Екіншісі бір рет қана деді. Адам кейде бір ғана қадаммен бүкіл өмірін өзгертеді. Мен сол қадамды жасадым. Сол кеш менің өмірімдегі ең үлкен қателік болды.